Сәлем достар, бодибилдерлер ерекше қауым. Олар ерік жігері және шешімділігі мол адамдар. Олардың кейбіреулері керемет биіктерге жетеді. Дегенмен кейбір бодибилдерлер шекті білмей, басқалардан үлкен көріну үшін тым артық кетеді. Достар, біз бастамас бұрын арнаға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сонда сіз жаңа бейне шыққан кезде оны бірінші көре аласыз. Енді сіздің назарларыңызға топ 10 тым артық кеткен бодибилдерлерді ұсынамыз. Жайғасып отырып, ләззат алыңыз. Хит. Лақабаты қабілет. Фил 7 рет мистер Олимпия болды. Ол ұтқан титул саны бойынша Арнольд Шварценеггермен теңесті. Тек Ли Хейни және Ронни Колманға жол берді. 2011 жылы өзінің алғашқы титулын жеңіп алды. Фил 10 жыл қатарынан 10 мистер Олимпия титулын ұтуды мақсат қойды. Егер ол 2018 жылы жеңімпаз болған кезде, адамзат тарихында ең көрнекті бодибилдерлер қатарына енер еді. Маркус Рулд. Маркус массаның айдаһары болып саналады. Өз мансабын басқа адамдарға қарағанда өзгеше бастады. Ол 18 жасында жаттығуға кірісті. Футбол матчында тізде жарақат алғаннан кейін спортпен айналысуды дәрігер ұсынған болатын. Сол кезде ол тек 54 келі болды. Бұрын ол қолданылған машиналарды сатумен айналысқан. Бодибилдинг тарихында оның иықтары ең үлкен болып есептеледі. Бірақ оның үлкен бұлшықеттері синтол сияқты май заттарын пайдаланғаны туралы күдік тудырды. Синтол бұлшықет көлемін оның ішінде дельтоид және бицепстің мөлшерін ұлғайтады. Маркус мистер Олимпия бола алмады. Өйткені оны көпшілік қауым аса дәу деп есептеді. Ол Олимпияның эстетикалық сипаттамаларына сай келмеді. Дегенмен ол әлі де семинар мен кездесулер өткізіп тұрады. Дориан Ятс. Дориан қиын балалықты бастан кешті. Әкесінің 13 жасында қайтыс болғаны оған қатты әсер тигізді. Әкесінің қайтыс болғаны және өмірде мүмкіншіліктер болмағандықтан ол бодибилдингке жүгініп, онда үлкен жетістіктерге жетті. Қазіргі таңда бұл спорт тарихындағы ең танымал бодибилдерлердің бірі болып саналады. Дегенмен ол стероидтарды қолданды. Бұл бірқатар проблемаларға себеп болды. Мистер Олимпиядан кейін 6 апта өткен соң ол ішкі қан кетумен ауруханаға түсті. Ол жөтеліп айнаға қараған кезде беті мен кеудесі қанмен жабылғанын көріп үрейленді. Бұл өңеш тамырының жарылуы болып шықты. Алайда бұл стероидтердің қолдануына байланысты емес. Дорианда иық проблемалары болатын. Ішкі қан кетуге қабынуға қарсы дәрі-дәрмек себеп болды. Бодибилдингті тастағаннан кейін Дориан семинарлар мен жаттықтырумен айналысуды бастады. Джей Катлер. Бұл 4 рет болған мистер Олимпия. Ол бала шағынан бодибилдингпен айналыса бастады. Өзінің кәсіби мансабын бастағанға дейін Джей 11 жасында ағасының құрылыс компаниясында жұмыс істеді. 18 жасқа толғанда ол залға барды. Джей қатал режимдегі түзеу колониясында жұмыс істеуді жоспарлады. Бірақ жеке жаттықтырушысы Маркус Родригеспен кездесуден кейін Джей бодибилдингте өзін-өзі сынауға бел байлады. Ол керемет нәтижелерді байқап, осы спорт түріндегі ірі спортшылардың бірі болуын қалады. Джей 4 рет Кони Роулманнан кейін екінші болып жүрді. Ақыры 2006 жылы ол мистер Олимпия атағына ие болды. Қазіргі уақытта Джей бизнеспен айналысады. Ол бодибилдерлер үшін арнайы спорттық қоспаларды өндіреді. Катлер Nutrition компаниясының иесі. Сонымен қатар ол әлеуметтік желілерде өте танымал. Грег Ковач. Грег бодибилдингке дейін электрик мамандығы бойынша оқыған. Хоккей мен футболды сүйген. 90-шы жылдардың аяғында ол ең дәу бодибилдер болып танылды. Оның бойы 1 метр 93 сантиметр. Маусым аралық кезеңдегі салмағы 195 келі, ал маусымдағы салмағы 150 келі. Оның кеудесінің шеңбері 178 сантиметр, бицепсі 64 сантиметр, ал саны 89 сантиметр. Мұндай параметрлермен ол өз уақытында ең дәу спортшы деп танылғаны таңғаларлық емес. Кейіннен Грег
заң мен проблемаларға тап болды. 2010 жылы ол спорттық тағамдар дүкенінің иесін қорқытқаны үшін айып тағылды. Бірнеше адам дүкен иесінен банктен үлкен соманы алуды талап еткен. 2013 жылдың қараша айында Грег жүрегі ұстап қайтыс болды. Аутопсия кезінде дәрігерлер кеңейтілген жүрекке тап болды. Бұл стероидтерді пайдалану салдары. Рич Пиано. Бұл спортшы 6 жасында бодибилдинг спортына келген. Анасының жарысқа дайындалуын көргеннен кейін спортқа қызығушылық танытты. Сондықтан 11 жасында темірді көтере бастады. 2014 жылы бір бейневидеода Рич стероид қолданғанын мойындады және көптеген спортшылардың басқа нұсқалары жоқ болғандықтан стероид қолданатынын мәлімдеді. Оның айтуынша, спортшылар стероидсіз жақсы пішінді жасай алмайды. Ол үйде күтпеген жүрек ұстауынан қайтыс болды. Жүрегі ұстағанда Рич тұрған болатын. Құлаған кезде басын қатты соғып алды. Нәтижесінде ми ісінуді азайтуға арналған жасанды түрде жасалған комада 2 апта бойы болып, ақыры 2017 жылдың 25 тамызында 46 жасында өмірден озды. Аутопсия кезінде жүрек ауруы диагнозы қойылды. Оның жүрегі мен бауыры орта адамның органдарынан 2 есе ауыр болды. Осының бәрі стероидті қолданудан туындаған жанама әсерлер. Оның үйінде 20 тестостерон флаконы табылған. Дин Уормби. Біздің келесі бодибилдер спортқа шұғыл шешімдер қабылдаған кезде қайғылы нәтижелердің жарқын мысалы. Өзінің пик пішінінде Дин басқа кәсіби спортшылардан кем болмады. Дегенмен сол үшін есесін қайтарды. Дин гамбургер, пицца және бутерброд қана жеп, күніне 10 000 калорияны тұтынды. Сонымен қатар, ол күніне 7-8 бөтелке қуаттандыратын сусындар ішкен. Сонымен қатар, алғашқы жылдары Дин қажетті фигура жасау үшін стероид қабылдадым және барлық спортшылар оны қабылдайды деді. Сонымен қатар, алғашқы жылдары Дин қажетті фигура жасау үшін стероид қабылдағанын мойындады және барлық спортшылар оны қабылдайды деді. Стероидтерді қолданған кезде тіпті атты өлтіретін диета салдарынан Дин үлкен бауыр ісігіне тап болды. Оған ота жасауға келмеді. Ісік тапқаннан кейін Дин стероидтерді тоқтатып, сау диетаға ауысты. Бірақ тым кеш болды. Нәтижесінде ол 39 жасында өмірден озды және денесі қаңқаға ұқсас болды. Андреас Манзер. Бұл бодибилдер мультфильмнің кейіпкеріне ұқсас. Андреас Австриядан шыққан Арнольд Шварценеггерге еліктеді. Ол Мистер Олимпияда 9 орынды 3 рет иеленді. Андреас майдың пайыздық мөлшерін 0-ге дейін азайтты. Майдың азаюы бұлшықеттің дефинициясын береді, алайда бұның да шегі бар. Асқазаны бірнеше ай ауырғаннан кейін Андреас 1996 жылы 2 наурызда ауруханаға түсті. Ота жасалғанына қарамастан бауыры мен бүйректері шыдай алмады. Оның денесі тері астындағы майдың жоқтығымен ерекшеленді, ал бауырдың жартысы пенопластқа ұқсайтын опырылған массадан тұрды. Оның жүрегі 636 грамм болды, ал қарапайым адам жүрегінің салмағы 300 грамм. Насер Эль-Санбати. Сербиядан шыққан мысырлық, ол IFBB бодибилдері. 1990 жылы бодибилдингпен айналыса бастады. Насер Штутгарт қаласында дүниеге келді. Оның әкесі мысырлық, анасы серб. 1994 жылы Мистер Олимпияға алғаш рет қатысып, 7 орынды иеленді. Насер 13 әуесқой және 53 кәсіби IFBB жарыстарына қатысты. Сонымен қатар, ол Мистер Олимпияға 10 рет қатысу құқығына ие болды. Насер дөңгелек көзілдірігімен есте қалды. Оның лақабаты профессор. Кәсіби бодибилдер бола отырып, ол 7 тілде еркін сөйлейтін жоғары білімді адам болған. Ол қысқа өмір сүріп, 47 жаста өмірден озды. Жүрек және бүйрек жетіспеушілігі себебінен ұйықтап жатқан күйінде көз жұмды. Өлім туралы нақты мәлімет жоқтығына қарамастан, көпшілігі оның өлімін анаболикалық стероидтерді қолдануымен байланыстырады. Насер стероидті қолданғанын сұхбатта мойындады. Арнольд Шварценеггер. Бұл әрекетті адамды бәрі біледі. Оның құны $300 миллион бағаланған. Ол бір уақытта әлемдегі ең әдемі дененің иесі болып танылды.
Арнольд Жыртқыш, Терминатор және Қызыл ыстық сияқты бірнеше кинофильмдерде басты рөлдерді ойнады. Алайда Арнольдтың нағыз атағына Конан Варвар атты фильміндегі басты рөлі себеп болды. Бірақ оның сіз білмейтін комплексі бар. Ол әрдайым өзін кем сезініп тұрады. Арнольд ауырсынуды жеңуді үйренгендіктен чемпион болды. Оның айтуынша, жаттығу залында адамдар ауырсынған кезде беріліп қояды. Арнольд өзі осындай жағдайларда қайтпайды және бойдағы соңғы күш-жігерін салады. Шын мәнінде ол талуға дейін жаттыққан. Өз-өзіне сонда не? Бұл мені өлтірмейді деп өзіне жауап берген. Ол 5 минуттан кейін есін жиып, қайта жаттыққан. Оның айтуынша, көптеген спортшылар осыдан қорқады. Олар талып көрмеген. Арнольд былай дейді: егер сен осындай ауыртпалыққа төзуге дайын болсаң, онда жеңімпаз боласың. Бәлкім қазір де Арнольд өзін төмен бағалайды. Ол айнадағы өзінің көрінісіне қараған кезде денесінің кәртейгенін көріп, жиреніш сезінеді екен. Достар, сіздерге осы бейне ұнаған жағдайда оған лайк қойып, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі бейнеде кездескенше аман сау болайық.